Біздің менталитетіміз не болып жатыр өзі? Біздің менталитетіміз сыйлау керек. Мен біреуге бірдеңе айта алмаймын қазір. Жалпы егер мен әкем тірі болғанда, мен мінген мәселелерде, мен тұрып жатқан үйлерде әкем тұрса, мен арманым жоқ деп айтамын. Өзім шалмен әкемнің қолында өскенмін ғой. Туған әкем бар, шалмен қолында өскен папам бар өзім. Ол кісі екеуіне де мен алғысым шексіз. Шіркін осы кісілер тірі болғанда өзім емес соларға беретін едім да. Әркімнің тағдыры әртүрлі, бірақ мен өзім ойлаймын, қазір болып толып тұрған кезде шіркін-ай. Мен бармайтын жерге бармай ақ қоятын едім. Мен мінбеген көлікті мінбей ақ қоятын едім. Мен соның бәрін әкеме сыйлайтын едім. Әке, шеше, олардың орындары бөлек. Олар есептелінбеу керек, ешқандай ақшамен, ешқандай дүниемен бермедім демеймін, бердім, көмектестім, батасын алдым. Ол кісілер ол дүниеге кетіп баққанда батасын беріп кетті маған. Разылығын алып өттім. Бірақ одан да көп нәрсе жасайтын едім қазіргі мүмкіндігіммен. Сондықтан бар әкемізді қадірлеуіміз керек. Қандай болсын, маңызды емес ол.